Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Біз бүгін панкейк пісіретін боламыз. Бірінші рет жасап тұрсаңыз да күшті шығады, осы рецептпен жасап көріңіз. Біз бүгін бірінші жұмыртқамыз саламыз. Жұмыртқамыз слишком салқын болмау керек, слишком ысып кеткен болмау керек, орташа температурада. Оның үстінен жұмыртқа салып, оның үстіне секер салып, жақсылап тұрып араластырамыз, секер ерігенге дейін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен мысалы осы рецепт бойынша 40 штук шығардым. Сіздерге егерде соның жартысы керек болатын болса, осы рецепттің тең жартысын қосасыздар. Мысалы 2 жұмыртқа болса, 1 жұмыртқа секердің жартысын, сосын ерген сармайды қостым. Мен ерген сармай 100 мг қостым. Ал сіздер жартысын жасайтын болсаңыздар 50 мг қосасыздар. Сармайларыңыз 72%-тен жоғары болу керек, одан төмен болмау керек. Ерітілген сармайды қосып, осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып, оның үстіне сүтімді жылтып қойдым. Мен осы 400 мг сүт кетеді. Осы рецепт бойынша любой кез келген дүкеннің сүті бола береді. Қолдың сүті де, соны жылтып қойып, осыған құйдым. Сүтімізді бірденен құймаймыз. Жарт-жарттан құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мен бірінші бөлігін құйдым. Соны құйып, жақсылап араластырып, содан кейін барып, екінші бөлігін құйып, тағы да араластырамыз. Барлық консистенциясы бірдей болу керек. Жаңағы сөйтіп жақсылап, жылы сүт болса күшті шығады жаңағы панкейкелеріңіз. Бұл испанский панкейк, күшті жасап көріңіздер. Ұным 280 грамм болды осы рецепт бойынша. Егер жартысын жасайым десеңіз 140 грамм қосасыз. Ситадан өткізілген ұн, барлығын бірденен салмаймыз. Жақсылап аз-аздап салып, комочек болмас үшін аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Менің каналыма қоңыраушаны басып, подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер. Видеоларды жіберіп алмас үшін лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар, каналыма келіп тұрыңыздар. Күшті рецепттер жазатын боламын. Осы ұнның барлығын салып, жақсылап, комочек қалмас үшін жақсылап араластырамыз. Мысалы, біреулер ванилин қосады, әркім әрқалай. Мысалы, мен өз басым ванилин қосам, любой выпечкаға ванилин қосқан ұнатам, сол үшін ванилин қосам. Мен қазір ұннан кейін ванилин қосам, ванилиннен кейін разрыхлитель қосам. Разрыхлитель қосып, жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Одан кейін сковородкамызды газға қойып қоямыз, қыздырып тұру үшін. Сосын менің қасығым слишком үлкен емес, столовый ложкамен құям. Осындай жеуге де, пісіруге де ыңғайлы, ауызға сыйымды болады. Осыны жасап көріңіздер. Осы рецепт бойынша күшті шығады, дәмі де күшті болады. Жаңағы мен каналымда күтем сіздерді. Күшті рецепттер салатын боламын. Жасап көріңіздер, жеп көріңіздер. Сәттілік тілеймін. Ас болсын. Бұдан да күшті рецепттер салатын боламын. Канал видео